Бағдарламаны бастамас бұрын менен ақыл. Сыйлы бол, жан-жағыңды сыйла. И, конечно же, под музыку. Бұл аузыңа май. Біз бастаймыз. Ехала! Сәлем түзу, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп. Жарық болсын әрдайым күн мен ай. Біз еліміздің жүрегі Астана қаласындағы әлемдік стандартқа сай Астана Арена стадионындамыз. Бұл стадионда әйгілі футболшылар Фернандо Торрес, Месут Озил, Тони Кросс секілді футболшылар өнер көрсеткен. Ал енді көп сөзбай біздің ақтаулықпен танысып өтейік. Кеттік! Нурлыбек Аязбаев, игрок талдыкурганской команды «Житсу». Он является воспитанником актауского футбола. Родился в 1991 году в селе Житыбай, Руа Косай. Он почти единственный представитель актауского футбола, который играет за основной состав команды из премьер-лиги Казахстана по футболу. Уважаемый зритель, а знаешь, почему именно эта песня играет на фоне? Потому что он мой курдас, и я, как истинный адаец, который уважает своих курдастар, начал свою первую программу именно с него. Ал Нұрлыбек, рахмет, алтын уақытында келіп бөліп отырғаныңа. Бірден сұрақ, не хабар? Қой, шүкірміз, аманбыз. Нұрлыбек, өзің білесің, бұл футболда түрлі жағдайлар кездеседі. Ал енді келесі біздің болатын челленджіміз, біле білсең, команда соңғы минутта есепті тең қылу үшін стандарттық жағдайға қақпашыны қосады. Ал енді келесі болатын челленджімізде сенің осындай жағдайға дайындығын тексереміз. Құрметті көрермендер, челлендж. Мен стандарттық жағдайдан доп көтерем, біздің Нұрлыбек қақпашы гол салу керек. Кет! Нұрлыбектің дайындығы мықты екен. Екі рет көтердім, екеуінде де гол. Енді соңғысы, үшіншісі қалды. Көрейік. Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard. Нұрлыбек, тағы да рахмет, менің алғашқы бағдарламамның алғашқы қонағы болып отырғаныңа. Осындай дәрежеде өнер көрсете берсең, сені Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасында ойнайды деген сенімім мол. Аузыңа май, оқасы жоқ, бұрдас кейші жемейміз. Где-то менде, брат. Жейін десең, кетіп жүр, барып біле керек. Хей, зритель, едем далее. Музыкальная пауза. Мынауаланың қолын қара, қараш, қараш. Мынауаланың қолын қара, қараш, қараш. Мынауаланың қолын қара. Құрметті көрермендер, Астана қаласының тұрғындары ақтаулықтар туралы қандай ой пікірде екеніне назар аударайық. Ақтаулықтар батыр елдің ұрпағы, Маңғыстаудың кең байтақ жерінде жатқан, шөл даланың өздерінің бағып атқан түйесіндей нар тұлғалы адамдар. В принципе, вообще словами не передать. Круто вообще, молодцы. Олардың ішінде көп адамды атап өтуге болады. Әбіш Кекілбаев мысалы, қандай не? Ниязымбетов, қазақтың алтынынан да қымбат гауһар адам. Одан да басқа ақтаулықтар қазір дәл есіме түспей тұр, бірақ өте батыр халық. Проводим лето под открытым небом. Ақтаудың адамдары, менің ойымша, тәш. Помню, как-то летом где-то к 9. Ар жағы Оғыздікі, бер жағы Сақтың ортасынан шыққан батырлардың батыры десек те болады. Бізді селжұқтардан, одан басқа
Иран, яғни Ирак, бұрынғы селжұқтардың ұрпақтарынан қорқап тұрған батыстың атышулы қызу қанды адамдары. Летом отдыхаем, летом. Если у простых людей жиши пишется через и, то у ахталских жиши пишется через жиш, шиш и вот так вот. Летом на море загорать. Олар мына жағында оңтүстікке не алғасын, жақын болғасын, атыраулықтар сияқты дөрекі емес, шамал сыпайы, шамал ғана сыпайы. Губы, накрашивайте губы. Я заметил то, что по жителям Ахтау можно сразу понять, что они живут возле моря. Потому что они все смуглые, загорелые и вечно говорят про какой-то ананас. Настроение поднято. Өздері көп нәрсені шығара бермейді, тек қана мұнай. 6 hours later. Астымызда мұнай ортасында адай деп солар жатқан жерлер көп. Сол айтарым. Алға ақтаулықтар жүре беріңдер. Құрметті көрермен, міне біздің бірінші шығарылым өз аяғына жетті. Сізге ұнап жатса лайк басуды, сосын біздің YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді көптеген қызықты шығарылымдар күтіп тұр. Келесі бағдарламада не және кімді көргілерің келеді, соны видеоның астына жаза жүріңіздер. Сіздермен бірге мен Ақылбечкин, жазғы демалыстарыңыз ұмытылмастай болсын. Аузыма май. Мы летом отдыхаем, на море загораем.